Барлықтарыңызға сәлем, көп сөзбай бірден бастай берейік. Мен сіздерге тіл үйренуге қатысты екі маңызды нәрсе айтқым келіп отыр. Бірақ та былай істесең сөйлеп кетесің, былай істесең үйреніп кетесің деген нәрсе емес, сыртқы әсер ететін факторларды айтайын. Ең бірінші табандылық, екіншісі уақыт бөлу. Біз бәріміз тілге қызығамыз. Ағылшын тілін үйренгіміз келеді, ағылшын тіліне сөйлеп кеткіміз келеді. Бірақ бір қызығы, бір адамдар үйреніп жатады, бір адамдар үйрене алмайды. Неге? Бір артықшылығы бар. Үйреніп кететін адамдарда табандылық деген қасиет болады екен. Яғни табандылық деген настойчивость, немесе ағылшын тілінде never quit attitude деп айтамыз. Қайтпас қайсар мінез. Яғни бір адам ағылшын тілін үйрену деп мақсат қояды, ол мақсаттың маңызды екенін түсінеді, және сол мақсатқа жету жолында ол аянбай табандылық танытып, ешқандай сылтауларға, сыртқы факторларға алданбай, достар болуы мүмкін, бала-шаға қыдыру деген сияқты нәрселерге алданбай, сабақ деген сияқты неше түрлі енді сылтау айтуға болады. Бірақ оларға алданбай, сол мақсатқа жету жолында ол не істейді? Аянбай жұмыс жасайды екен. Ал енді үйрене алмайтын адамдар, олар енді 100 сылтау айтады. Менде сабақ болып қалды, менде жұмыс болды, анау болды, мынау болды деген сияқты. Бір қарасаңыз, 1 жыл өтіп кеткен, 2 жыл өтіп кеткен, әлі тілді меңгермеген. Жыл сайын сол ағылшын үйрену керек еді деген оймен жүреді. Бірақ ондай адамдарды бір жағынан түсінсек те болады, себебі бізде қазір СДВГ, клиповое мышление деген аурулар бар. Инстаграм, тиктоктың кесірінен, 1 минуттық видеолардың кесірінен біз ұзақ мерзімді уақытқа фокус қоя алмай кеттік. Шыдамымыз жетпейді, сабыр жетпейді. Бірақ ғалымдар не деп айтады? You have to be patient деп айтады. Тіл үйренуде саған өте үлкен сабыр керек. Саған сабырлы болу керек. Ал біздің сабырымыз өкінішке орай максимум 1-2 аптаға жетеді. Ары қарай біз ағылшын тілін бетін ашпай қоямыз. Екіншісі уақыт бөлу. Мен сіздерге бірден айтайын, тіл үйрену ол ұзақ процесс. Мынандай бір волшебный палочка жоқ. Ондайға алданбаңыздар. 3 айда advance, 1-2 айда бірдеңке ондайға сенбеңіздер. Оның барлығы өтірік. Я қызықты үйренуге болады, жеңіл үйренуге болады. Ақырында бірдеңге айта бастауға болады. Бірақ 3 айда advance деген нәрсе жоқ. Сол үшін естен шығармаңыздар, тіл үйрену ұзақ процесс. Бізге уақыт керек. Бағана жоғарыда айтқан сияқты, you have to be patient. Саған сабырлы болу керек тіл үйрену барысында. Немесе біз курстарды білеміз, аптасына 2 рет барасың, 1-2 сағаттан ағылшын оқисың деген сияқты. Бұл да тіл үйренуге жатпайды. Аптасына 2 сағаттан бөліп біз үйрене алмаймыз. Сол үшін бізге қанша уақыт бөлу керек? Тіл ғалымдар айтады, күніне 1 сағат бөлсең, бұл жаман емес дейді. Кемінде 2-3 сағат бөлуің керек. Сол кезде сенде get consumed деген нәрсе болады. Яғни тілге кіріп кету, сол процеске кіріп кетесің. Сол кезде 1 ай өткеннен кейін сен нәтиже көре бастайсың. Ақырындап түсіне бастайсың шетелдіктерді. Ақырындап тілің шыға бастайды деген сияқты. Сол үшін бізге жоқ дегенде күніне 2-3 сағат бөліп отыру керек. Я кейде жалығып кетуіміз мүмкін, кейде выгорание дейміз ғой, сондай болып кетуі мүмкін. Бірақ одан кішкене демалыс аламыз, одан кейін қайтадан жалғастырамыз деген сияқты. Сол кезде ғана бізде нәтиже болады екен. Осы 2 нәрсемен жұмыс істеңіздер. Біріншісі табандылық, өздеріңізді үнемі қамшылап отырыңыздар, нақты мақсаттарыңызды қойыңыздар, ешқандай сылтауға алданбаңыздар. Бізде алданатын уақыт жоқ, бізге фокус қою керек. Және екінші нәрсе, уақыт міндетті түрде бөлу керек екен. Жақсы, келесі видеоларда кездескенше, бұл менің алғашқы видеом. Сол үшін қолдап, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.